Бәріңе сәлем. Бүгін мен видеода сарымсақ жеудің пайдасы мен және пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің нендей зияны бар екенін айтатын боламын. Видео соңына дейін қарап, лайк басып тіркелуді ұмытпа. Бірінші пайдасы бактериямен күреседі. Сарымсақты шикідей жегенде алицилин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, дизентерия, кандидоз бен герпес ауруларын тудыртатын түрлі бактериялардан қорғай аласыз. Келесі пайдасы қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы алицилин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттей алады. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Үшінші пайдасы қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жеген жөн деп дәрігерлер кеңес береді. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетіп, бауырдағы инсулиннің ыдырауын баялатады. Сонымен қатар қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қан диабетімен күреседі. Келесі буын аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы өте зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Жетінші пайдасы ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады, қарынның жұмысын реттейді, ішек жұмысын жақсартады және де тәбетті көтереді. Тіпті сарымсақ теріні қалпына келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады, әжемнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. Келесі кезекті пайдасы артық салмақпен күрес. Дұрыс тамақтану механизмінің тетігі бұл сарымсақ болып табылады. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1-3 тіс сарымсақ. Сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де болады. Ол үшін зімбір тамырын алып, сарымсақ 2 тісшесін алып, су қосып, сарымсақты ұсақтап турап, оған 2 литр ыстық су құйып, 1 сағат көлемінде су бойында немесе термоста демдейміз. Артынша сүзіп, тұтына беруге болады. Әрине сарымсақтың пайдаларын айтып жатырмын, десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 тіс сарымсақты жесек қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға да жемеген жөн. Асқазаны ауыратындар ауруы асқынған не қозған кезде сарымсақты жемегені дұрыс. Сарымсақты көп жесе ішке газ көп жиналады. Жүрек айнып, бас ауырады. Дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Және де сарымсақты өз ретімен жеңіз.